Бүгін мен қызыма сандарды тез әрі оңай жаттау тәсілін үйретіп жатырмын. Бұл жерде 5 саны. 5 санын бұл сандардың ішінен тауып бояп жатыр. Мынау қандай сан? 5. Жарайсың. Ал қазір қандай сан бояп жатсың? 1. Мына қандай түс? Көк. Жарайсың. Міне, осылай сандарды бояйды және түстерін ажырата алады. Мына қараңыздар. Міне, саған осындай смайлик берем. Саған ұнады ма? Иә, ұнады, иә. Осындай керемет. Егер де сандарды шетіне шығарып бояйтын болсаң, мен саған мынандай смайлик берем. Осы ұнай ма саған? Ұнамайды, иә. Сол үшін мынандай смайлик алу үшін талпынып сен сандарды шетіне шығармай боя. Жарай ма? Сонда сенің жазу үлгіңде дұрыс алатын болады. Бояй бер, қызым. Енді қараңыздар. Мен мынандай көңілді сандар деген кітапшаны құрастырып шығардым. Білесіздер, мен неше жылдық ұстаздық тәжірибем бар. Балаларға қандай түрде жеңіл үйретуге болатынын білеміз. Енді қараңыздар. Мына жерде 0 саны. Бұл қандай түс деп балаға үйретесіз бірінші түсті. Және бұл қандай сан? Бұл 0 сан. 0 санын жаттатқаннан кейін мынау сандардың ішінен бала өз еркімен 0 сандарын тауып бояп шығатын болады. Қандай түске бояп атқанын сұрайсыз. Және шетіне шығармай бояуын үйретесіз. Себебі баланың жазу үлгісі дұрыс көркем жаза білу үшін бала бірінші сурет бояудан бейімделеді ғой. Сол үшін мынау сандарды бояғанда шетіне шығармай бояу керек. Енді осылай сіз сандардың бәрін үйретесіз. Барлық 1-ден 9-ға дейін сандарды осылай боятып, сандарды сұрап, түсін сұрап, шетінен шығармауын қадағалайсыз. Егер сандарды дұрыс айтып атса, осындай смайликпен бағалайтын боласыз. Егер бала дұрыс айтпай жатса, осындай смайликтердің түрі бар. Мына смайликтермен бағалайсыз. Егер бала сіз 9 санын үйретіп жатқанда 5 саны деп айтатын болса, осы смайликті көрсетсеңіз, ол бала біледі. Өзінің дұрыс айтып жатқан жоқ екен. Сол санды дұрыс айту үшін, мынандай смайлик алу үшін ол бала талпынады. Осылай балаға тез сандарды үйретіп шығасыз. Осындай смайлик тәсілдері арқылы. Содан кейін